керек болады ванилин. Ванилинді чуть-чуть саламыз тек. Сливки 33%, 35% де болады. Сгущенное молоко. Сгущенное молоконың жарты банкасын құям. Менде жарты литрлік сливки. Егерде сливкиңіз 1 литр болса, 1 литр түгелге құйып жіберіп, сгущенное молоконы бәрін түгел құйып жібересіз сонда. Сливкиді құйдық, сливкиді мынандай аузында қойып болып қалып қояды. Өздеріңіз құйғанда белгілі болады, аппауыр болып тұрады. Ортасын кесесіз де, мына қасықпен түсіріп, салып жібересіздер. Сливкиміз дайын болды. Енді құрттай мына қасықтың ұшымен ванилин салып жібереміз. И сгущенное молоко. Жартысын саламыз. Бұнда тек араластырамыз жай болды. Сливкиміз біздің міндетті түрде салқын болу керек. Жылы сливкимен жасамаймыз, қыздар. Енді мороженымыз дайын болды. Мынандай пластмасса контейнерге құямыз. Контейнерге салдық. Енді морозилькеге 5 сағатқа қоямыз. Негізі кешкі уақытта жасап, морозилькеге салып тастаған жақсы. Таңертеңде өте керемет болып тұрады. Мороженое дайын болды. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.